Астананың тығыз орналасқан ғимараттары тұрғындарға ғана емес, оқушыларға да маза бермейін деп тұр. Алматы ауданында мектеп пен тұрғын үйдің арасындағы алақандай жерге көп қабатты тұрғын үй кешені салынбақшы. Жұрт құрылысты бастауға үзілді-кесілді қарсы. Таласқа түскен ұлтырақтай жер кімге бұйыратынын Мерей Қалиасқар анықтауға тырысты. Браво Family деп аталатын тұрғын үй кешенінің жағдайы аты айтып тұрғандай мәз болмай тұр. Былтыр ғана 1900 пәтердің иесі қоныс тойын тойлап еді, бір жыл өтпей қуаныштары су сепкендей басылды. Оған бірнеше себеп бар. Көріп тұрғандарыңызда қазірдің өзінде қабырғамызда мынандай сызаттар түсе бастады. Егер де болашақта алдымыздағы да үй суатын болса, мына сызаттар одан сайын үлкейіп, үйіміз құлап қалудан қауіптенеміз. Қабырға сөгілген үйдің тұрғындарына бой теңестіріп, жаңа тұрғын үй пайдалануға берген күні инженерлік желілерді бөлісуге тура келеді. Ал оның жағдайы онсыз да мәз емес. Қазірдің өзінде тұрғын үйімізде су мәселесі проблемамыз көп мысалы. Біз шеруге шығамыз. Бізді тыңдаса екен дейміз. Біз құрылыс салуға қарсымыз. Әуелде құрылыс компаниясы тұрғын үйдің маңайы жасыл желекке оранады. Серуеннеуге таптырмас орын болады деп уәде еткен. Алайда ол көріністі тек үйдің жарнама қағазынан ғана көруге болады. Бізге құрылыс компаниясы осы тұрған жерде аллея болады деп уәде берген, бірақ бұл жерге қазір барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Елорданың сәулеттік келбетін қалыптастырудың жаңа ережесіне сәйкес 17 қабаттан жоғары тұрғын үйлердің арасы 50 метрден кем болмау тиіс. Алдына көп қабатты тұрғын үйдің алдындағы жолдан мектептің қоршауына дейін жетер-жетпес 40 метр жапсарластырып салуға болмайтын ескерсек, сонда бар жоғы 10 метр жер ғана бос. Тығыз құрылыс осы маңдағы орта мектепке де ыңғайсыздық тудырайын деп тұр. Оқушылар көлеңкеде оқимыз ба деп алаңдаулы. Ал ұстаздар құрылыс учаскесі сабақ беруге кедергісін тигізеді деп пікір білдірді. Мен ойымша, архитектура бойынша да үй салу келіспейтін сияқты. Тем более 18 қабатты үй, ол мектептің алаңын бәрін жауып тұрады ғой. Күннің көзі балаларға түспейді, қауіпті болады. Мынау мектепте оқитын немерем. Осы мынау үйде тұрамыз. Мына жерден былай келеді. Ол қай жеріне бұлар қалай сыйғызбақшы, қандай үй салмақшы? Қалай сыйғызып, қандай үй салынатынын қалалық әкімдіктегілер білет. Жергілікті билік өзі аядай жерге сауда ойын-сауық орталығы мен паркингі бар 18 қабатты тұрғын үй бой көтереді деп жазбаша жауап қайтарды. Таласқа түскен жер құрылыс саласында еш ат аталмаған, әрі бас қалада ресми кеңсесі жоқ компания Казбилдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бұйырған екен. Олар қаулыға сәйкес биыл қарашаға дейін қажетті рұқсаттамаларын түгендеп бітуі тиіс. Оған дейін наразы жұрт құрылысты тоқтату үшін аяғына дейін барамыз деп бекініп отыр. Мерей Қалиасқар, Асылхан Семенбетов, Темірлан Нұртаза, КТК.